Arman болып көрінген бұл күн, бір күндері келерін білдім. Жұлдыз бұл түндерді жарқыраған, мен сені көк аспаннан тартып алам. Бір ғана тілекпен шыққан шын жүректен, арбаған мені ең алғашқы күннен. Келдің ба? Хасен, бүгін жаңа жылдық банкет қой, есінде шығар. Соған әлі көп дайындалып отыр. Оның үстіне біздің президентіміз де бүгін арнайы ұшып келіпті, біздің банкетке қатысамын деп. Соған қай көйлегімді киерімді білмей басым қатып, мына көйлек жараса ма? Не сен президенттің сенің көйлегін көріп келе ма? Жоқ енді, әдемі болып жүргенім саған жақсы емес па? Әйелің әдемі болып жүрсе, бұл сенің абыройың. Сен үстіне жапырақ жабыстырып қойса да мен үшін әдемісің қойсын. Қойшын ба? Рас. Сен неғып киім жүрсің? Костюм шалбарымды дайындап қойғам. Сұр костюм шалбарым дайын, жүктеп дайындап қойғам. Мен бүгін бармаймын ма деймін. Жұмыста көбейіп кетті. Басым ауырып, мазам болмай отыр. Кішкене жуынып шайынып, бір дем алсам ба деп отырмын. Хасен, бізді бәрі күтіп отыр. Бір сағатқа кіріп шықсақ болады ғой. Жоқ, өзің бара бер. Айтпақшы Айша екен. Айша жұмыстан кейін біреуге жолығам деген. Жұмыстан кейін жолығатындар көбейіп кеткен жоқ па соңғы кезде? Қойш енді жас қой әлі. Ғалекеңмен сөйлесіп, өткендегі істі шештім. Айша енді фирмасының Стамбулдағы бөлімшесінде жұмыс істейді. Ой, жақсы болыпты ғой. Құжаттары дайындалып жатыр. Өңінде Айша Түркияға кетеді. Ой, керемет болыпты. Ол керемет жаңалық болды. Жарайды, мен душқа түсем. Сен ана шайың мен лимонды дайындап қойшы. Ертеңгі күнді әдеттегідей асыға күтем. Неге? Сол, қасымда сен болмасаң, өзімді қоярға жер таппаймын. Оның үстіне сені қазірдің өзіне сағындым. Той Айша, қош, әлі қоштасып көрген жоқпыз ғой. Не болды саған? Ештеңе болған жоқ. Сенше, сағынбайсың ба немені? Енді әрине сағынамыз. Айша, шаршанып тұрдым. Ертең жолығамыз, иә, жарайды. Жарайды. Дидар, саған ырзамын да, жүрмейтін жерің жоқ. Не абырсым жоқта? Енді көрген шығарсыңдар өздерің, не істеп жүргенімді. Көрдік. Қызың ба? Әзірге қызым десе де болады. Әзіргесінес? Үйленетін қызың емес пе не? Қуасың ба сен? Не, қызбен жүрсе болды соған, міндетті түрде үйлену керек па не? Енді. Олжас, сен бұның альфон жігіт екенін білмейсің ба не? Бұның қыздарының саны бар ғой, екеуміздің аяқ қолының саусақтарын санасақ та ше, жетпейді. Қойыңдар жігіттер. Не арысыңдар өздері? Біз сол нарада бір жолдас бола тұратын еді. Нұрия екеуміз соған барып қайтып бартқанбыз. Қайтасыңдар ма енді? Иә, қайтамыз. Кеттік. Дидар, қызың найда тұра ма? Иә, ол сөйде тұрады. Қайнатам бай тұрады десе, бай. Мен сен орында болсам бар ғой, Дидар. Нағызға үйленетінім да, жағдайым жасап, шалғып өмір сүретінім. Мен де ғой. Қош, қазір қыз деген көп емес пе? Бір көзіңді қыссаң миллион қыз келеді. Еще олардан құтыла алмай қаласың. Қайтасыңдар ма? Сонда да ойлан, Дидар. Қайтасың ба? Кеттік.
айтатын жақсы жаңалығымыз бар. Қандай? Сен жақын күндері Стамбулға кетесің. Сол жақта жұмыс жасайсың. Стамбул? Иә. Әкең тиісті адамдармен сөйлесіп қойды, құжаттарыңды дайындап қойды. Сондықтан жолға қамдана берсең болады. Итім уақыт па менің Стамбулда? Қай-қайдағын айтпай отырыңыздаршы. Айша, Қойыңызшы ма? Айша қызым, сен бері қара. Біріншіден, бұл үйде нені болатын, нені болмайтын әзірше мен шешемін. Екіншіден, бұндай жұмысқа қол жете алмай жүрген қанша адам бар. Өмір бойы армандап кеткендер де бар. Бұндай мүмкіндік келіп тұрған кезде жұмысқа кіріп кету керек. Көп сөзді қой. Ертең жолға жинал. Әке, осындағы жұмысымда жетеді маған. Бармаймын. Барасың, Айша. Бармаймын дедім ба? Бармаймын. Өлтірсеңіз өлтіріп тастаңыз. Бармаймын дедім. Бармаймын. Осының бәріне сен кінәлісің. Ойбай сөйлеме, ойбай үйтпе деп. Әбден бетімен жібердің. Адамдардың жұмысқа қолдары жетпей жүр. Бұл болса қызметті менсімей отыр ба? Жақында мен тұрмысқа шығамын. Сондықтан шетел жайында ойламасаңыздар да болады. Кетші. Сәлем, Жан. Қалайсың? Жақсы. Не болды Айша, түн жанында? Не істеп жатсың? Не істеушім, ұйықтап жатырмын. Өзің не істеп жүрсің? Мен сол сенімен сөйлесіп. Ертең кездесеміз бе? Айша, әрине ертең жолығамыз, бірақ дәл қазір кішкене шаршаған болып тұрмын. Ертең өзім хабарласамын, жарай ма? Жарайды. Сау бол. Сүйдім. Сау бол. Қуатшы болса Айша. Сәлем Айша. Қалайсың, сыныптасың? О, Заңғар, түнделетіп қайдан келесің? Мен сол қонақтан келе жатырмын. Сен не yapıyorsun көшеде? Қыз баланың түнде жүргені жараспайды. Мен сол жігітіммен сөйлесіп. Күнде суық. Жаурап қалған жоқсың ба? Жаурасам жылтайын деп пе? Сен де осы жағымсыз әзілдерің бітпейді. Жеңгешкем қалай? Көршіп тұрсақ та, келіншегін көрсетпейсің ғой? Қызғанып. Енді көрсетпегенде оны тыққанда не пайда маған? Енді үй шаруасындағы адам болғаннан кейін үйден шықпайды ғой, білесің ғой. Сен өзің бір қолың босағанда үйге келіп тұрсаң болады ғой? Уақыт жоқ қой сол. Енді уақытың болса дегенім ғой. Жарайды. Қой, крик. Көршім. Айтпесе әйелін көріп қалса, қызғанып жүрер. Жарайды, көріскенше. Жақсы. Кеше мен әкеммен ұрсып қалдым. Неге? Мені Стамбулға жұмысқа жібермекші. Жақсы емес пе қайта? Қалай жақсы емес пе? Сен ше? Немен? Білесің ғой, мен сенсіз ешқайда бармайтын. Оның үстіне мен сені сүйетінін білесің. Қысқасы, өлтірсеңдер өлтіріңдер. Бармаймын дедім. Дұрыс депсің. Мен тастап бәрібір қайда барасыз? Соны айтам. Дидар. Саған айтатын тағы бір жаңалығым бар. Стамбулға кететін болдың ба не? Жоғы. Енді? Айта берейін ба? Туға айтшы Айша, ердір. Менің аяғым ауыр. Қалай сенің аяғың ауыр? Қалай болса солай? Аяғым ауыр, 3 айлық. Сен не әзілдеп тұрсың ғой менімен Айша? Жоқ, әзілдеп тұрған жоқпын.
Қуанышты емессің ба не? Әрине мен қуаныштымын. Тек бірден айтқаныңа біртүрлі болып қалдым. Енді тойға ма дегендей. Енді қашан мен ата-анаңмен таныстырасың? Таныстырам ғой, жақында. Келдің ба қызым? Тамақ ішесің ба? Жоқ. О, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсың Заңғар? Жақсы аға. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы, жайлап жүріп жатырмыз. Түнделетіп қайда шықтың? Мен сол аға жамағатпен барып, мешітке барып намазымды оқып келейін деген едім. Дұрыс, ниетің қабыл болсын. Аумин аға. Жүрсеңізші менімен бірге сізде мешітке барып, намаз оқып айтайық. О жаққа бір сәт түскенде барармыз. Бастысы ниет бар. Машалла аға. Ниетіңізге жетіңіз. Жарайды онда аға, мен жүрейін. Айтпақшы Заңғар, сенен бір нәрсе сұрайын деген едім. Сұраңыз аға. Айша жөнінде ғой. Өзінен сұрасам ұялатын шығар. Шешесінен сұрасам мыңқылдап ол да ештеңе білмеймін деп жатыр. Енді сендер көршісісіңдер, әрі сыныптассыңдар, кішкентайларыңмен бірге өстіңдер. Ана жолы бір сөз арасында тұрмысқа шығамын деп қалды ма? Сен өз анау кездесіп жүрген жігітін танисың ба? Қалай өзі, дұрыс бала ма? Енді ол жігітті сыртынан көргенім болмаса, қатты араласып сөйлескенім жоқ. Қандай жігіт екен? Енді Айшаның қалауы сол жігіт болса, онда жаман жігіт болмағаны ғой аға. Жарайды, сол турасында сұрайын дегенім ғой. Жарайды аға, жақсы. Аппарат вызываемого.
Аппарат вызываемого абонента вы... Yaşa, kızım. Sana ne oldu? Geçtik mi? Неге көңіл күйің жоқ? Мам, Дидар тастап кетті мен. Жаным ау. Соған бұл осыншалықты таусыласың ба? Қайтесің онда жауапсыз жексұрынды? Қараспанды төндіріп, олай болмайды қызым. Бұл машин нәрсеге көңіліңді түсіре беруге болмайды қызым. Мам, менің аяғым ауыр. Не? Енді не істеймін, мам? Ойнап жүріп, отбасың тесей қызым. Иә, анасы. Осындай жағдайдың бәрі болып жатқаны үйдегі тәрбиенің төмендігінен. Әрине, бәріне бірдей топырақ шашпаймыз, дегенмен де қыздарымыздың ар-ұятының төмендеп кеткені рас. Көшеде қараңызшы, қай жерге қарасаңыз да тура бір жігітінен айырылып қалатын адам құсап, жабысып, құшақтасып тұрған біздің қарагөз қыздар. Бұлай кете берсек жақсы болмаймыз. Мүмкін үйде анасы мен қызы болып, бір арадағы болып жатқан әңгімені айтып, сырласуды көбейту керек пе? Білмеймін. Бірақ қыз мен анасы ашық сөйлесу керек деп ойлаймын өз басым. Ертең күн не болады енді қызыңыздың? Жылағанмен пайда жоқ. Ештеңені қайтарып ала алмайсыз. Осындайлардың кесірінен жасанды түсік деген жасату көбейіп жатыр. Көрдіңіз ғой? Сондықтан емнің бәрін қабылдасын, өмір алда ғой, кім біледі. Тек тағы да шалыспас үшін кішкене сырласыңыз қызыңызбен, е? Көп ұрыспаңыз. Ал емді қабылдасын. Бір жарты сағат күте тұрыңыз, е? Қазір қызыңызды алып келеміз. Сондар, ойындама, денсаулығын ақтайды. Мен жазып берген дәрілерді алмай қойсам да болады. Сұрақымды қолына жазып бердім. Беймарал жұмысқа шыға беруге болады. Рахмет бәке. Жарайды, мен онда кете берейін. Жарайды. Жүре ғой, мен де зертханаға баруым керек еді. Не болды, танысың ба? Иә. Сыныптасым, әрі көршім ғой. Не болды екен бұған? Аборт. Не?
жасанды түсік жасап шықты. Қазір осындайлар көбейіп кетті ғой Заңғаржан. Қой жарайды онда. Мен кірейін. Жақсы, сау бол. Мынауың Сен танымадық қой бауырым. Кім болдың? Сен менің тануың міндетті емес. Мен сені танимын, сол да жеткілікті. Қысқасы былай, еркек деген атың бар ғой. Еркекке лайықты тірлік жасамайсың ба? Ей, не деп тұр мынау? Түсінбедім сенің бауырым. Қалай сөйлеп жүрсің? Айшаға жасаған иттігіңді айтып тұрмын мен. Адамға емес, хайуанға тән тірлігіңді жасап, қыздың көз жасына қалып, ұзаққа барам деп ойлайсың ба? Дидар. Жасаған қылығыңа жауап бере алмайтын нағыз ез екеніңді көрсетіп қойдың сен. Не, қыздың абыройын төккенді өзіңе мәртебе санап жүрсің ба? Дүниеге еркек болып келдің ба? Әр қадамыңды еркек құсап баспайсың ба? Сен кімсің өз бауырым? Ол маңызды емес. Бойыңда жігіттік намыс болатын болса, Айшаның алдына бар. Ойыңа келген істеп, қызды жылатып, Айшаның сұрауы жоқ біреу емес ол. Бұл жағдайды әкесі білмеуі мүмкін. Білетін болса, оңбас. Сондықтан жақсылап ойлан. Алдағы уақытта Айшаның өміріне кесірің тиетін болса, сенің де жағдайың оңбай кетуі мүмкін. Жерде жатқан қыз жоқ. Сенің де қарындасың бар шығар. Іс насырға шаппай тұрғанда ақылға кел бауырым. Сен оның аборт жасатқанын білесің ба? Ал аборт жасатқанның күнәсі адам өлтіргеннің күнәсімен бірдей. Осы тірлікке барған үшін Айша күнәға батты. Ал сол қадамға итермелеген сен де күнәһарсың. Сол үшін күнәдан құтылатын жол іздеңдер. Солай бауырым. Не деп кеттің ау, Дидар? Қойшы, Жаман айтты ғой, Шапшыл жүр. Рас қой? Қойында жігіттер болды. Көсей болды. Айша, басындағы жағдайды естідім. Ауыр күнә жасағанын білетін шығарсың. Дегенмен өткенісі өтті. Өкінгеннен пайда жоқ. Алдағы уақытта тура жолдан адаспай жүруіңді тілеймін. Біле білсең, Әлия, Мәншік секілді намысын ешкімге таптатпаған ер жүрек қыздарды дүниеге әкелген қазақтың қыздарысыңдар. Апаларымыз өз абыройларын бәрінен биік қойған. Сол секілді сендер де абыройларыңды биік ұстандаршы. Ар намыстарыңды аспандатып, кез келген жігіттің қолы оңайлықпен жетпейтіндей биікке ұстаңдаршы өздеріңді. Қызы абыройлы болса, елі абыройлы деген сөз бекер айтылмаған. Қазағымның қыздары ешқашан абыройларыңды төмендетпеңдерші, өтініш. Ер азаматтардың асқақ арманына айналыңдаршы. Қол жетімсіз биікте тұрсаңдар, біздер жігіттер сол биікке жетуге әрекет етеміз. Әрекет етіп қинала жеткен биіктің бағасы мүлдем басқаша болады. Әдемі биязы қылықтарыңмен өздеріңді бүкіл ер азаматтарға аңсата біліңдер. Оңай жолмен қол жетімді болудан сақтаныңдар. Барынша аспандап, көңілдерінің кілтін мәңгілік көкке ұстаңдаршы, Айша. Сол көңілдерінің кілтін табу үшін біздер де көкке ұмтылып самғай берейік. Аруларымыз арманға айналса, сол арманға жетер жолды іздеген жігіттердің де ойы өзгеріп, бағаларының биік болатынына
ешқандай күмән жоқ. Сондықтан ұшар көгіңнің де, қонар көліңнің де сәні болыңдаршы.